Сәлеметсіздер ме? Мен инновациялық Евразия университетінің Екібастұз колледжі қазақ тілі мен әдебиетінің жоғары санатты оқытушысы Абдраимова Айжан Ғалымжанқызы боламын. Жұмыс өтілім 25 жыл, сол 25 жылдың 14 жылында осы колледжде сабақ беремін. Бүгінгі бізде ежелгі дәуір әдебиеті сабағының тақырыбы түркі жазба жәдігерліктері, күлтегін және тоныкөк жырлары. Сабақтың мақсаты студенттердің түркі жазба жәдігерліктері туралы білімдерін кеңейту, есте сақтау, өз ойларын жинақтай білу, зерттеу жұмыс жүргізу машықтарын дамыту, өз елінің патриоты болуға тәрбиелеу. Еліңді таны жас ұрпақ деп бүгінгі сабақты бастаймыз. Алдыңғы сабақтардан өткен сақтар мен ғұндардан кейін тарих сахнасына шығып, бүкіл дүние жүзін дүр сілкіндірген халық ежелгі түркілер болды. Олар батысында Византия елімен, оңтүстігінде Персия мен тіпті Үндістанмен, ал шығысында Қытаймен шектесіп жататын орасан үлкен мемлекет құрды. Бұл 545 жыл еді. Ұлы түркі мемлекеті осылай өмірге келді. 5-6 ғасырларда түркілер өздеріне ғана тән әліпбилік жүйесі мен жазу емлесі бар рунасына жазуын ойлап тапты. Мемлекеттің гүлденіп, экономиканың қарыштап дамуынан жазудың маңызы арта бастады. Түркілер өзге мемлекеттермен жасаған дипломатиялық қатынастарында руна жазуымен жазылған арнайы жарлықтарды пайдаланды. Енді көне түркі жазбалары туралы видеоны қараймыз. Түркі тайпаларының әліпбиі 35 әріптен құралды. Ол алғашында ру тайпаларының таңбалары бойынша жасалған. Түріктердің төл жазуы руна жазуы деп аталады. Бұл жазу ежелгі скандинавиялық руна жазуына ұқсас болған. Руна ескі, көне деген мағынаны білдіреді. Ежелгі түрік жазуының ескерткіштеріне тастағы жазулар жатады. Мұндай ескерткіш жазулар 19 ғасырда Монғолиядағы Енисей және Орхон өзендері бойынан табылған. Бұл жазулардың көпшілігі қайтыс болған адамдардың басына қойылған құлпытасқа, жартастарға ойылып жазылған. Осы жазу табылған жердің атына байланысты Орхон Енисей тас жазуы деген атпен белгілі. Бұл түркі руна жазуларында 6-8 ғасырлардағы түрік қағанатының тарихы, қолбасшылар мен қағандардың өмір баяны, ерліктері мадақ ретінде қысқаша баяндалған. Осы ежелгі түрік жазулары білге қаған, күлтегін, тоныкөктің құрметін арналған тарихи ескерткіштер. Орхон Енисей ескерткіштерінің зерттелуі, Енисей өзені аңғарынан құпия жазуы бар құлпытастар ескерткіштер табылғаны туралы алғашқы хабарды Сібірде айдауда жүрген швед офицері Филипп Йоган Страленберг және немістің белгілі ғалымы Готлиб Даниэль Мессершмитт берген болатын. 17-18 ғасырдың бас кезінде жазған мақалалар мен хаттарынан бұл көрінді. Скандинавия халықтарының тілінде рун, яғни руна деген сөз қазақша аударғанда сыры ашылмаған құпия деген мағынаны береді. Страленберг өзі тапқан құлпытастардағы бұрын-соңды тарихта белгісіз болып келген, ешкім түсінбейтін жат жазуды өз елінің тілінде руна жазуы деп атаған еді. Бұл тіл білімінің термин ретінде бертін келе кеңінен тарап кетті. Бірінші тапсырма: ежелгі руна жазуын пайдаланып, 4 және 5 сөз жазыңыз. Жақсы жаңалық: дат ғалымы Вильгельм Томсон 1893 жылы қарашаның 25 күні Орхон Енисей өзендері бойынан табылған ескерткіштердегі құпия жазуды оқудың кілтін ашты. Ескерткіштер түркі халықтарының тілінде жазылғанын мәлімдеді. Ғалымның ең алдымен оқыған сөздері тәңірі және түрік деген сөздер екен. Түркі жазба жәдігерліктерін зерттеген орыс ғалымдары 1889 жылы Николай Михайлович Ядринцев Монғолияға арнайы экспедицияны басқарып барды. Орхон өзені аңғарынан құпия жазуы бар үлкен 2 ескерткіш тапты. 1894 жылы академик Радлов
өз бетінше ізденіп, руна жазуының 15-ке жуық әрпін анықтап алған. Арада көп уақыт өтпей Рабылов Орхон өзені бойынан табылған үлкен тастардағы мәтінді толық оқып, сонан соң оны аударып шықты. Көне түркі жазуы 11-12 ғасырдан кейін қолданылмады. Себебі бұл түркі руна жазуын араб жазуы ығыстырып шығарды. Бұдан 13 ғасыр бұрын түркі мемлекетінде болған сан қилы оқиғаларды бүгінгі күнге ешбір өзгеріссіз, айна қатесіз күйінде жеткізіп отырған осы дастандарды Мырзатай Жолдасбеков, Қаржаубай Сартқожаұлы сияқты өз еліміздің ғалымдары ұзақ жылдар бойы түбегейлі зерттеген. Нәтижесінде олардың бірлесіп жазған іргелі еңбектері жарық көрді. Ғалымдардың Орхон ескерткіштерінің толық атласы деп аталатын кітаптарында байырғы түріктердің мұралары түгел қамтылған. Орхон ескерткіштерінің толық атласы кітаптары осындай. Енді сұрақтар мен тапсырмалар. 7 сұраққа жауап бересіздер. 8 және 9 тапсырма бұл зерттеу және шығармашылық машықтарды дамытатын тапсырмалар. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.